Және сәлем достар, сіздермен бірге мен Рейд Шоу. Және де бұл менің екінші видеом. Бұл менің екінші видеом. Бұл екінші видеомға Майнкрафтқа арнаймын деп шештім. Себебі әрбір ютуберлер шынымды айтсам басында Майнкрафттан бастайды. Например, Ивангай, Брайан дегендер ютуберлер бар ғой. Сол басында Майнкрафттан бастайды. Содан кейін барып Майнкрафтты менсінбей кетеді. Сол Майнкрафттың арқасына дамып кеткенге қарай мен де осылай шешемін деп ойладым. Бірақ мен дамып кетсем де, Құдай қаласа, Майнкрафтты ойнауды тоқтатпаймын. Міне сиырды өлтірдік. Және жап-жаңа жер жасап, жап-жаңа келіп, жан-жағыма қарасам, ең күшті жерде істеппін, шығыппын. Қараңдар жан-жағымды. Ең күшті жерге келдім. Хотя, мына жақта бір жер бар. Соған барайық. Сол жақта ағаштар бар екен. Бұрынғы видеом сізге ұнады ба, қараңыз. Ұнаса қараңыз. Ұнаса қараңыз деймін бе. Шатасып кетіппін. Не бар екен мына жақта? Қарайық. Шошқа жүр. Және мағарды жинаған жақсы. Бақша жасауға келген шошқа. Өле қалды. Бұл жақта шахта да бар екен. Кіруге әзір қорқамын аяққа баруға. Себебі әрбір Майнкрафттың бастауы ағаш жинау. Ағаш жинамаса ештеңе болмайды. Жалғыз қайтып келдім достар. Бір шаруа шығып қалып еді. Егер сіз экраннан қалай видео түсіруді білмесеңіз, мен Play Market'тен Do Recorder деген программаны жазып алдымдар. Сол программа арқылы видеоны редакторлауға болады. Және де осылай түсіруге де болады. Сосын битінді көрсетуге, бір жағына битінді қойып көрсетуге болады. Так, оның бір стак жинайым деген ойым бар. Сосын бір түнімді өткізем. Андай мағынада емес енді. Осы ағаш сындырамын және болды. Қой, төсек салуға керек. Мынау не тағы? Отыруға болады. Жылқының бір түрі деймін осы. Кеттік, шап. Деме маған. Зәт. Шындыма мұны. Шап. Кеттік, тігідік. Шап.
Мә қойдан өзім қой озып барады. Мә қойдан жамансың ба не? Позор. Жүр, шап. Кетші, жаман екенсің. Қой жаным бүйш, өлтейінші. Майнкрафтты ойнамағалы қай заман. Так, уақыт өтіп бара жатыр. Тез. Барғашты құртпаймыз. Верстактан палка, қылыш, бір кирка, және сундук. Айтпақшы, киімімді ауыстыруға ұмытып кетіппін ғой. Бірінші слой, екінші слой, үшінші слой. Так, енді шахтаға баратын кез келді деп ойлаймын. Шахта қайда айтпақшы? Шахта, қайдасың шахта? Міне екен ғой. Мен факелдерім жоқ. Верстак. Және мен қайтып келдім. Тас кирка жасадым. Бірақ сонда да әлі аяққа баруға қорқамын. Күн батып баратқан сияқты, үйімде дайын емес. Түнімен қорғанып шығатын сияқтымын ғой. Так, жарықтық. Верстак тұра берсін, біреуім зомбиларға керек шығар. Сандығым менің сандығым, бар затымды саған саламын. Бір күні мен дамимын, сосын сені. Арғарай сөзім жоқ. Зомбилармен кездесуге дайынмын да, қой. Мә шошқа. Не, я деп жатыр. Мықты жарық қылдырайын. Зомбилар мықты спауниться етпеу үшін. Ал зомбилардың қайсысы кім? Мына жерде пауық жүр. Көріп тұрған жоқсыңдар ма? Мықты эндермен жүр. Эндерменнің көзіне қарауға болмайды. Көзбен атату бар. Кетпір. Мә, жақсы болып лук жасайын. Шашқа мен қорқам, менімен бірге болшы. Ренжідім саған. Бұл шашқаны өлтірмеймін. Себебі ол менің жан досым. Аты Роза болады. Түсіндер ма приколды? Түсінбеген жүрсіңдер. Сендерге ішім пысатын шығар, себебі мен пауықпен шығам. Ұмдет. Мен осы күнмен шығайын ба, шықпайын ба?
Эндерменмен шығайын ба шықпайын ба достар? Қорқып тұрмын мен. Қорқып тұрмын. Достар. Эндерменге қарап тұрмаған, мен оған қарап тұрған жоқпын. Нақты крипер бар екен ғой айтпақшы. Не? Кеш. Кеш, не? Жашу. Эндерменді осылай жарақаттауға болады. Скелет жүр, скелет. Алыстан ататын жаман ол скелеттің. Күн, қайдасың? Мен қорқамын. Ал шошқа. Тек екеуміз қалдық. Мені тастап кетпе. Дә? Тастап кетпейсің бе? Дә? Соғымға соям мен сені бір күні. О, сиыр. Және де болды. Мөндет. Детно. Бірдеме жарылды және зомби. Ол зомбиді қатырамыз оны. Скрипер шәр жарылған. Жай достар. Жаман болды. Мынаның бәрі, мен істеген заттардың бәрі жоғалып кетті. Бәрі түгел жоғалды. Істеген заттардың бәрі кетті. Қалай жаның кеп тұрғандарымды білмей атсыңдар ғой. Иғырсын өтір айтам, қытақандай заттар ғой. Бүгінгі менің осы скелетті өлтіруім керекпін қалайды. Ой, ауырттан. Что-то өлетін сияқты бұл. Атпаш. Аня тыңдайды мені ол айтқанымды. Так. Және де достар, сіздермен қоштасатын сәт келген сияқты. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыз. Және де егер ұнамаса, ойбай, нонсет! Сау болыңдар.